Сәлеметсіз бе? Сізді көргеніме қуаныштымын. Қуаныштымын, саламатсыздар ма? Бізге уақытыңызды бөліп жатқаныңызға көп рахмет. Сіздерге рахмет. Сұхбатымызды бастай берейік. Құрметті оқырмандар, барлығымыздың сүйікті дәрігеріміз, балалардың сүйікті дәрігері Романов Бекмұрат Тоқтамұратовичпен керемет сұхбат болғалы тұр, өте маңызды, өте пайдалы. Сізден сұрарымыз біздің өте көп әрине, бірақ өкінішке орай эфирде уақыт шектеулі болғандықтан ата-аналардың көп сұрайтын, ата-аналарды көп мазалайтын сұрақтарды жинақтауға тырыстым. Менің бірінші сұрағым, біз енді барлығымыз балалардың ауырмағанын қалаймыз, деннің сау болғанын қалаймыз, бірақ бала қайта-қайта ауырып қала бермес үшін оның иммунитеті мықты болу керек, иә. Сондықтан сіз бізге иммунитетті нығайту үшін, осы баланың қайта-қайта ауырып қалмау үшін, алдын алу үшін қандай кеңес бересіз? Рахмет, өте жақсы сұрақ. Бұл сұрақпен бізге көп ата-аналар келеді. Бірінші деген біздің ойымызша осы, енді көп ата-анамыз ойлайды, баланың денсаулығы және оның иммунитеті бір-екі ауыздық әңгіме шығар, және сұрақ қойғанда бізден енді сол бір-екі ауыздық тек жауап күтеді. Ал айтайын дегенім, әрине баланың денсаулығы деген ол біз оны айтамыз ғой, енді образ жизни деп айтамыз ғой, күндегі сол жеп жүрген тамағы дейміз. Және демін алып жатқан ауасы, қай жерде тұратыны, мысалы блок үйде тұра ма, немесе қазақ үйде тұра ма. Одан артық деген мынау витаминдері, дефицит бар ма жоқ па. Сосын жыл сайын міндетті түрде өткізілетін профилактический құрттарға қарсы, паразиттарға қарсы ем алды ма жоқ па, 2 жастан бастап. Соның бәрі егерде өткізілген болса, әрине онда тек баланың денсаулығы сол күндегі образ жизни дейміз ғой, соған байланысты дейміз енді. Бізде ол жерге айта беріңіз. Жақын арада бұйырса семинар өткізейін деп жатырмыз, үлкен семинар. Енді ол семинарымыз өткен, бізде 2-3 рет өткен, енді тағы ата-аналарымыз бізден енді сұрап жатыр, қашан тағы болады деп. Бұйырса 27-сіне ма тағы бір семинар өткізіп, сол жерде бәрін по полочкам деп айтамыз ғой, енді бәрін түсіндіріп береміз деп жарай ма? Енді қысқаша қазір, мысалы осындай эфирде айтқанда, біздің мақсатымыз қандай? Бірінші дефициттерін бәрін жоққа шығарасыздар. Баланың дефициті бар ма жоқ па? Мысалы қан қашан соңғы рет тапсырылды? Одан артық, сол жаңағы мен айтқан профилактический құрттарға қарсы, паразиттарға қарсы ем өткізілді ма жоқ па соңғы 1 жылда? Егерде ешқандай дефицит жоқ болса, және құрттарға қарсы ем алынған болса, онда тек күндегі жеп жүрген тамағы дейміз. Қандай тамағы? Күне және неден басталады? Оянып таңғы асы 5 бармақтан бастала ма? Болмаса деген кашасынан бастала ма таңертең? Кашасына май қосамыз ба дегенде түсініп тұрсыз ба? Енді өзінің рационына сәйкес келе ма жоқ па? Егерде 2 жасқа жетпеген болса, онда мысалы әлі мамасы емізген болса, мамасы жеп жүрген тамағына бірінші қараймыз дейміз. Өткен деген 80-85%-ға дейін бірінші жеген тамағымызға байланысты. Сол себептен сол. Ты тот, что ты ешь, деді ма? Сондай бар еді ғой. Сен не жейсің, соған байланысты барлығы. Шынымен де барлығы негізді мына біздің асқа байланысты, не жейміз, соған байланысты, толықтай қажетті витаминдерді, дәрумендерді алып жатырық па, соған байланысты, және қалыпты мөлшерде судың ішу. Мына кішкентай балалар ойын арасында
көбісі су ішпейді. Мына қазіргі кішкентай балалар, өз балаларымнан білемін мен. Сол сізге барғаннан кейін сіз маған мына возрастқа сай осынша миллилитр су ішу керек күніге, мындай деп бәрін есептеп жазып бергеннен кейін мен арттарынан қуып жүріп су ішкізіп аламын. Ішкізген кезде ішеді, бірақ ойын барысында ұмытып кете ма, шөлдегендерін сезбей қала ма, олар суды да мөлшерлі ішпей жатады. Сондықтан ата-аналар да соны ескере жүрген жақсы сияқты. Рахмет, Гүлфия. Бұл су жайында бір ауыз айтып жіберейін, рұқсат болса. Әрине. Қараңыз, біз өткен жол жаңағы су жайында сөйлескен кезде және суды айтамыз ғой. Мысалы, нормада балдарға 100 мл салмағына есептейміз. Мысалы, 10 килограмм болатын болса, онда 1 литр таңертеңнен су, таңертеңнен кешке су ішу керек. Ол егерде көбінесе бала ауырған кезде сөйтеміз. Ал егерде бала ауырмаған кезде, ондай принципте былай айтқанда, ол формулаға баланы байлап қазір қалай естіліп отыр? Кешіресіздер. Естілді, жақсы. Подельші зоны тоқталып. Енді мына жаңа сіз паразиттерден тазалау жөнінде бір сөз қозғап кеттіңіз. Сол туралы толығырақ айта кетсеңіз, 2 жасқа толған балалар сонда жылына 1 рет жасап тұру керекпіз бе ондай профилактика? Негізі жарты жылында 1 рет деп айтылады. Жарты жылда 1 рет. 10 жасқа дейін жарты жылға 1 рет деп айтам. Ал ары қарай енді көрем. Мысалы деген бала қазақ үйде тұратын болса, онда жарты жылда 1 рет өткізуге болады. Болмаса блокта тұратын болса, онда жылына 1 рет, немесе жаңағы жануарлар бар болса, мысық болсын, ит болсын, мысалы, онда жарты жылда 1 рет өткіземіз 10 жасқа дейін. Ал 10 жастан кейін 1 рет, бір жылына 1 рет өткізсеңіз болады. Өткен деген уже 10 жастан бастап қолдарын жуып үйрене қояды балдарымыз. Ал ата-аналар үй жағдайында оны жасай алады ғой өздері. Міндетті түрде дәрігерге қаралу керек пе? Және қандай препараттармен оны жасаған жақсы? Сұрағыңыз өте жақсы, рахмет. Оны дәрігерге мысалы қаратуың қажет жоқ, егерде балада ешқандай дефицит болмаса. Дефицит болмаса, дәрігерге қаратпай, бірден өткізе салсақ болады. Ол деген бірінші 14 күн өттің суын айдаймыз. Өткен деген біз білуімше, көбінесе паразиттар сол желчный протоктарда тұрып қалады. 2 жастан бастап балдарда көбінесе вискензий, желчеводящий путей болады. Вискензий деген сол жаңағы өттің суы тұрып қалады. Өттің суы тұрып қалатын болса, бауырдың жұмысы кішкене нашарланады. Төмендейді. Ал бауырдың жұмысы не дейміз? Бірінші сол фильтр жұмысы және окисление жұмысы. Окисление деген ол тамақ ашыту дейміз. Сол ферментативный жаңа нелерді өтімен бірге обеспечение дейміз, сол ферменттер. Енді былай айтқанда 14 күн, мысалы біз өзіміз не істейміз, бізді білесіздер ғой, біз құрттарға қарсы ем өткізген кезде, паразиттарға қарсы ем өткізген кезде, нағыз бірінші мақсатымыз дәрісіз емдеу. Өткен деген біз білеміз, сіз қазір қандай болсын, дәрі болсын, мысалы оны алатын болсаңыз, оның противопоказаниясында при печеночно-почечной недостаточности противопоказан деп шығады. Ол қандай мағына білдіреді, оның де бауырымызға және бүйрегімізге ауырлығы бар деген сөз. Сол себептен енді былай айтқанда құрттарға қарсы жыл сайын 2 жастан бастап профилактикалық жұмыс өткізілген кезде, не қазір біздің көрермендер не туралы әңгіме деп сұрап отыр. Соны қайталайық. 2 жастан бастап құрттарға қарсы ем өткізген кезде ол профилактикалық жұмысына кіреді. Мен айтайын дегенім бірінші, біздің пациенттер егерде соны айтып жатқан кезде, біздің пациенттер бірінші сұрайтын, мен баламда құрт бар ма жоқ па деп сұрайды. Бірінші. Менің баламда қайдан ғана құрт болады деп сұрайды,
Ал оны да айта қояйық. Оны деген мысалы балдарымыз 6 айынан бастап еңбектеген кезде бірінші сол заселение басталады деп айтқанда. Өткен деген біз білеміз мысалы ең көбі ол лямблей пайда болуы мүмкін. Сол себептен 1,5 жасқа дейін 1,10 айында және 2 жасында бірінші біз көретініміз ол жаңағы өттің суы тұрып қалғандықтан болады. Мен қазір бауырдың несін көрсетейін, суретін бізде. Өті мынау дейміз, желчный трактовкада көбінесе лямблилар тұрып қалады дейміз. Ол 1 жас 10 айдан басталады. Енді 1 жас, 2 жас дейміз. 1 жас 10 ай. Көтерсеңіз кішкене. Міне осылай. Айта беріңіз. Қараңыз, өттің суы тұрып қалады дейміз, где-то 1 жас 10 айдан бастап, 2 жастан бастап тұрып қалады дейміз. Ендеше, оның себебі сол жаңағы рационда өттің суын айдайтын тамақтар бар ма жоқ па, бірінші соған байланысты, ал екінші деген неге байланысты болады? Ол сол құрттарға қарсы ем алдық па жоқ па дейміз. Оны өткізу үшін жалғастыра берейік. Өткізу үшін 14 күн бірінші өттің суын айдаймыз. Сонда өттің ішіндегі құрттар. Немен айдаймыз? Қалай айдаймыз? Өте жақсы сұрақ. Біз енді құрттарға қарсы ем өткізгенде жаңа біз айтайын дегеніміз дәрісіз қолданамыз ғой. Дәрісіз болғанда бұл қолдың сары майы өте жақсы жарайды. Атырауда енді қолдың сары майы ондай көп емес. Көріңіздер енді, бірақ сапасын жақсысын іздеп, жақсысын табуға тырысыңыздар. Деген кәдімгі қолдың сары майы, қолдан жасалған, және қолдың жаңа сиырдың сүтінен жасалған май өте жақсы және өте сәйкес келеді. Ол деген не істейді? Тамаша. Ол деген өттің суын айдайды. Саламатсыздар ма? Здравствуйте. Ендеше, онда 14 күннен кейін не істейміз? 14 күннен кейін. 14 күннен кейін ғана құрттарға қарсы дәрі аламыз. Мысалы, мен өзім үйде жаңағы құрттарға қарсы ем өткізгенде не істеймін? Мен балдарыма чесноктың өзін беремін. Оны тураймын да, майдың артынан чеснокты жегізе саламын. Мысалы, 2 жастан бастап мен балдарды үйретіп қойдым, бәрі де сумен артынан іше салады, біздің инстаграмымыздан. Оны көрсеңіздер болады. Керемет. Шынымен де енді үйренбеген адамдарға ол оңай емес. Мысалы, әсіресе балдарды енді көп ата-аналарымыз енді ол чеснокты ішкізе алмайды. Сұрайды, енді басқа жолы жоқ па деп сұрайды енді. Оны ішкізетін ата-аналарымыз да бар арасында. Жемейді деп айтады, құсады деп айтады, жаңағы лоқсиды деп айтады. Әрине бала деген оны бірден үйреніп кетпейді, оны жайлап сөйтіп үйретеміз. Болмаса 14 күннен кейін не істейміз? Мысалы, масло черного ореха деген бар, масло кожуры черного ореха, анау ВФ сироп деген бар, сосын деген Wormwood Combination деген нелерде айхербтың препараттарынан мысалы айтатын болсақ, сол жерде дайын нелері шөптен жасалған құрттарға қарсы дәрі жасап қойған, соны берсек болады. Керемет. Чесночная вода бола ма деп сұрап жатыр енді Күлфия. Оны деген, чесночная вода өкінішке орай тек иммунитетті көтеру үшін болады, ал құрттарға қарсы болмайды. Өткен деген құрттарға қарсы ем өткізген кезде чесноктың өзі керек. Оның өзі керек. Сол себептен сулы, вирусқа қарсы ем өткізсеңіз болады. Ал құрттарға онда өзі керек. Немесе жаңағы мен айтқан препараттар ВФ сироп и жаңағы Wormwood Combination. Wormwood Combination деген қазір осы iHerb компаниясында тоже бір маслылар болады, сондай оларды да қолдануға болатын шығар, Өте. Аптекада сатылатын таблеткаларды мен ішкізе алмадым, балаларыма бір ішпейді. Оны үлкен адамның өзі әзер ішетін сияқты дәмін бар деген сияқты.
Иә, енді аптекалардағы сол дәрі, ол мысалы перантел дейміз, иә, олар не істейді, ол оның бауыры мен бүйрегіне зияны өте көп деймін. Сонда мысалы мен өзім балдарыма бірінші рет бергенде мынандай Wormwood Combination деген дәрі бар, осындай бергем. Бұл реклама Скриншот емес, енді жасап алсаңыздар болады. иә, бұл реклама емес енді. Көбінесе енді ата-аналар сол реклама деп ойлауы мүмкін, бірақ Бұл маған реклама емес, өйткені біздің сұрағымызда біз осы паразиттен құтылу жолдары айту ойымызда жоқ еді. Бұл міне сөз барысында, әңгіме барысында шығып кетіп жатыр, сондықтан бұл иә, ешқандай да енді реклама емес. осындай дәрі мысалы деймін, оның 10 жылдан тек 2-3-еуін қазір айтып жатырмыз. Бұл капсула түрінде және бұның сироп түрінде, жаңа осыған ұқсаған БФ сироп деген несі бар. Ал мысалы өзіңіз не істейсіз деп сұрайды ғой менен. Мен осындай дәрілерді ішкізгем кезінде, бірақ қазір тек чеснокпен қолданамыз, болды. Ол қалай Тек білуге чеснок болады? ішіп қана құтылуға да болады, Тамаққа салып жесеңіздер, енді оның әсіресі кішкене аздау болады. Оның сразу жаңағы майдан кейін ішсетін болса болады. Жақсы әсер болады, жоғары болады. Тамаша. Енді мына негізі осы баланың бойында паразиті көп болып кетсе, соны қайдан байқауға болады? Мысалға мен осы жаңа ғана оқып едім, ол характерінде, поведениесінде бір білінетін сияқты, иә, ұйқысы келе береді, шаршап қала береді, иә, сондай нәрселер анықтауға болады ма жалпы? Қайдан білуге болады? Міндетті түрде бірақ анализ тапсырып тұру керек екен, иә, ол әрине түсінікті. Бірақ мына поведениесінен баланың білуге бола ма оны үйде? Егер де поведениесін айтайын десек, одан болады әрине. Енді одан да болады. Одан бірінші не болады поведенияға? Поведенияға мысалы былай айтқанда, бала бір жерде отырмайды дейді ғой. Біздің жастар баяғыдан енді бекер айтпаған ғой. Құрты бар сияқты деп айтады ғой. Сол сияқты бала деген бір жерде отырмай енді тынымсыз болатын болса, енді оған да байланысты, өйткені деген ол гормональный кішкене фонға әсер етеді, ол бар болатын болса. Сосын деген ал былай симптомдар бойынша тілінде аппақ налет болады. 2 жастан бастап болатын болса, онда уже өткізе береміз. Ал тілін көрсеңіз болады, тілінде белый налет болады, ал негізі балдарда тілі таза болу керек. Ол қандай мағына білдіреді? Ол яғни деген құрты бар деген мағына білдірмейді, бірақ ол деген сол өттің суы тұрып қалған деген мағына білдіреді. Ал ендеше диспигментация дейміз. Диспигментация деген балдардың беттеріне өте жақсы көрінеді. Мысалы, бетінің жаңа кожасының түсі бірдей болмайды да, аппақ жаңа нелері болуы мүмкін, диспигментация. Балдарда өте көп болады сондай. Енді одан артық енді ата-аналар өздері көреді, анда-санда үлкен дәретімен көріп алуы мүмкін. Сосын деген не істейді? Түнде мысалы ұйықтаған кезде құйрығын қышуы мүмкін, иә? Түсінікті. Және келесі сұрақ, мына ата-аналар айтып жатады ғой, балаларымыз енжар, солғын, яғни орысша айтқанда вялый деп, иә, ұйықтай береді, сондай позитивный, бодрый емес, мына орысша тілде айтқанда түсініктірек болсын. Энергиясы аз деп жатады. Ол мына характеріне, темпераментіне байланысты болуы мүмкін ба? Әлде бір бойында витаминдердің, дәрумендердің жетіспеуінен, немесе бір денсаулығында бір мәселелерге байланысты болуы мүмкін? Иә. Өте жақсы сұрақ. Бізге қазір көп сондай науқастар келеді. Ата-аналар балдарын алып келеді, сондай кішкене настроение жоқ, вялый деп. Баланың настроениесіне бірінші неге байланысты? Бірінші деген авитаминозға байланысты дейміз. Сол себептен көріңіздер. Енді біз бірінші сол желез дефицитті анемия жайында көп сөйлесеміз. Оны айтқан кезде ата-аналар бірден айтатыны гемоглобин жақсы деп айтады. Бірақ гемоглобин жақсы ғой. Біздің баланың гемоглобин жақсы, жақында ғана тапсырдық, 120 болып тұр дейді мысалы. Біз ондай кезде тек гемоглобинге қарамаймыз, біз ондай кезде цветной показательге қарауымыз мүмкін.
цветной показатель қандай мағына білдіреді? Сол егерде төмен болатын болса, анемия бар екенін білдіруі мүмкін. Келесі деген ол жаңағы айтайын дегенім уровень гемоглобина в эритроците. Оған оны да қарауға болады. Уровень гемоглобина в эритроците. Ол қазір мысалы общий анализ крови развернутый жасайтын болсаңыз, оның жаңа ішінде не болуы мүмкін? Сол анализдер. Цветной показатель және уровень гемоглобина в эритроците. Тағы қайталайын. Қазір Гүлфия сұрап жатыр. Егерде бала кішкене вялый болып, ондай аппетиті болмай жатса, мысалы, аппетиті енді сол жаңа өттің суына байланысты деді, құрттарға қарсы жылына өткізеді бір мезгіл, ал профилактически. Ал келесі деген сол вялый болатын болса, бірінші авитаминозды қараңыздар. Көріңіздер, ферритин, железо, B9, B12 орында ма жоқ па, йод орында ма жоқ па балада. Әсіресе осындай кезде жазға қарай йод жетіспейді балдарымызға. Біздің енді рацион бойынша, қазақтың рационы бойынша аптасына негізі енді 2 рет балдарға беруіміз керек, бірақ өзімізде көбінесе жемейміз, балдарға да бермейміз. Оның артынан омега-3 іздеп жүреміз. Ол омега-3 бергенімен балаға не жетіспейді? Йод жетіспей қалуы мүмкін. Сол себептен мысалы йодты орнына келтіреміз дейміз. Сосын айтайын. Осы жерде бір сұрақ, мына баланың бойында тағы да басқа витаминдер бәрі болу керек қой, жаңа D3 бар, басқа сіз айтып отқан витаминдер барлығы. Соны жаңа сіз айтқан анализ тапсыру арқылы бәрін шығара аламыз ба, әлде бір басқа атаулы анализ бар ма? Сол баланың бойында бүкіл дәрумендерді тексеру үшін қандай анализ тапсыру қажет? Бірінші көретініміз сол жаңағы біз айтқан ферритин, железо, B9, B12, одан кейін ферритин, железо, B9, B12 бәрін тапсырып қарап шықсаңыздар болады. Екінші деген йод көріңіздер, қаншалықты йод орында екен. Және одан кейінгі D3. D3 нормада ма жоқ па? Бірақ D3 бізге не білдіреді? D3 бізге кальцийдің жаңағы жеткілікті ма жоқ па деген. Бірақ прямой жаңа несі болмайды. Смыслы былай айтқанда D3 тек кальцийдің қорытына жауап береді. Кейбір кезде D3 орында болуы мүмкін, нормада болуы мүмкін, ал кальций өзі жетіспей қалуы мүмкін. Кальций жетіспесе, әрине, сондайда жаңа сіз айтқандай бала кішкене вялый болып, сондай болуы мүмкін. Жарайды. Мен мысалға дәрігерге баламды алып бардым. Мен балам дені сау, бірақ та мен бойында витаминдердің барлығын тексергім келеді. Қайсы жеткілікті, қайсы көп, қайсы аз деген сияқты, Сонымен кез келген мысалға анализ тапсыратын орталықтар бар ғой қазір, Алим, тағы басқа, Сол жерге барып айтсам, қалай айтам, оның бір атауы бар ма осы анализдің? Әлде мен жеке-жеке айтам ба, осы балам бойындағы бүкір мына витаминді қарайын деп едім деп? Болады. Оны, мысалы, ферритин, железо және B9, B12 осы 4 анализді тапсаңыз болады. Сөйтіп айтсаңыз да болады. Мысалы, D3 дейміз, кальций дейміз, оны тапсыруға қажет жоқ деп ойлаймын өзім. Мысалы, йод тапсыруға қажет жоқ. Көбінесе йодтың өзі біз постоянно дефицитте боламыз. Йодпен, жаңағы D3-мен, кальциймен. Өткен деген біздің рационымыз соған байланысты. Ал ферритин, B9, B12, оны қарасаңыз да болады. Ол даже егерде балада желез дефицит анемия бар болса да, ол не білдіреді бізге? Ферритин, B9, B12 және железо бізге қаншалықты ұзақ железо препараттарын ішу және железо препараттар керек па, немесе тек рационмен ғана тұрласақ бола ма деген мағынасын білдіреді. Тамаша. Жарайды. Енді бізде жылда балалардың жиі ауыратын ауру бұл жедел респираторлық вирустық инфекциялар, мына тыныс алу жолдарының вирустық инфекциялары. Соның қалай алдын алуға болады? Балалар балабақшада барған ортасынан жиі жұқтырып алатын осы инфекцияның ең бірінші орында тұрған инфекция осы ғой деймін қазір. Жылда балалар ауырады. Қазір енді тағы садик басталайын деп тұр ғой. Балабақша басталайын деп тұр ғой. Тағы сол ОРВИ басталайын деп тұр деген енді мағына білдіреді, былай айтқанда.
Иә. Ал сіздің сұрағыңыз өте жақсы, Гүлфия. Сіз қазір сұрап жатсыз, мен балам тұмау және мынау ОРВИ деген ОРЗ аурулармен ауырмаса, оның профилактикасын қалай өткізе аламын деп сұрап жатсыз, иә? Енді баяғыда біз енді жұмыс жасап жатқанымызда официальный енді информация болған, бізде интерферон болады. Интерферон деген, диферон деген дәрілер болады. Вот, енді соны қолданыңыздар деп айтатын бізге, және біз рекомендация ретінде оны жазатынбыз баяғыда отделениеде жұмыс жасаған кезде ата-аналарға. Енді көз жеткеніміз виферондар енді оны былай профилактика ретінде ондай қатты жараспайды балдарға, және әсері оның кішкене төмендеу. Нағыз енді жаңағы несін көрейін десеңіздер, профилактикасын жасайын десеңіздер, бірінші таңғы асын үйден беру керек. Одан кейін баланы бала бақшасына немесе мектебіне жіберу керек. Өткен деген балдарымыз бірінші ауыратыны, өткен міне қазір бала бақша басталайын деп жатыр. Қазір жібересіздер, бірінші ауырып қалатыны, өткен балам деген не істейді? Рационын ауыстырады. Садиктің тамағын жейді. Енді садиктер маған ренжімесін, енді сөздің ашығы былай ғой. Мысалы, менде садик болатын болса, енді болмаса да, мысалы, біз бірінші ойлайтынымыз ол экономияны ойлаймыз. Экономия деген жаңағы продукталардың бәрін кішкене енді бағасы қатты қымбат болмасын деп ойлаймыз. Ол бір. Екінші деген бізге енді тамақтарды бізге алып келетін, мысалы біз садик болатын болсақ, бізге кім алып келеді тамақтарды? ИП организациялар алып келеді. Олар қайдан алады оны? Олар тек үлкен производстводан алады. Производствомен жасайтын организациялардың тамақтары қандай болады? Әрине химикаттармен болады. Химикаттарсыз емес. Дұрыс қой. Енді бұл, яғни осындай сұрақпен, осындай жауаппен сұрақ қою мүмкін, ал күндегі жеп жүрген тамағымызда химикатпен болуы мүмкін ғой деп сұрайды ғой енді. Мұндай кезде. Енді оны тазалайтын жолдар бар. Ол жайында әлі сөйлесеміз, мысалы. Фрукты болсын, не болсын, мысалы барып жеміс-жидек алдыңыздар ма, оны міндетті түрде бірінші тазалап алыңыз химикаттардан, одан кейін балдарыңызға беріңіз үйде. Ал егер де балабақша дейміз, балабақшаға жіберетін болсаңыздар, бірінші үйден беріңіз тамақты. Үйден тамақты беріп, одан кейін балабақшаға жібереміз, және мектептерімізге жібереміз. Сонда өзіңіздің рационыңыздың 30%-ын орындап қойдым деп айтуға болады. Өткен деген таңғы асымен бізде 30%-ға дейін витаминдер келеді. Тамаша. Содан кейін, мысалға, біздер балабақшадан бала келген кезде, әсіресе мына күз, қыс мезгілдерінде мұрындарын тұзды сумен жуып, тамақтарын тұзды сумен шайып жатамыз. Ол жиі істеген, күнде істегеннің зияны тиіп кетпей ма? Мұрын құрғап деген сияқты. Жоқ, әрине зияны тиіп кетпейді. Сұрағыңыз өте жақсы. Өткен деген біз көп ата-аналарымыз сөйтіп жүреді. Садиктен кейін де, одан алдында, мысалы, одан алдында мұрнына жаңағы солевой растворларын шашып, сөйтіп жүреді. Иә. Енді бірінші деген садиктің несі болу керек? Балабақшасын влажності жақсы болу керек дейміз, иә? Влажность жоқ дегенде 55% болу керек. Және температура 22 градус. Одан алдын, одан жоғары тұратын бізде кислород. Өткен деген біздің балдар көбінесе балабақшаға баратындар. Өкінішке орай далаға шықпайды, қыстың күнде шықпайды, мысалы, ал жаздың күні шығуы мүмкін. Енді әсіресе 3-тен кейін, 4-тен кейін бір шығуы мүмкін. Ата-аналар келген кезде сырттан алып кетеді даладан. Бірақ деген оға дейін негізі қыста да шығып тұру керек біздің балдар. Балабақша болсын, үйде болсын, өткен деген баламызға бірінші кислород керек. Өзіңіз байқасаңыз болады. Балаңызды садикке жібердіңіз ба? Мектепке жібердіңіз ба? Бірінші көретіңіз көздің астында көгеріп тұрады екі жағында да. Олай болатын болса, онда 100% уверен боласыз, менің баламға кислород жетіспейді. Түсінікті, иә. Дұрыс айтасыз, Финляндияда садиктер
өте тамаша екен. Оларда міндетті түрде, заңды түрде бала күнде жаңбыр болсын ол күні, басқа болсын далаға шығу міндетті екен. Бізде де солай жасаса керемет болар еді. Әрине. Енді бірақ далаға шықса, Атырауда жүрсе, оның үстіне бізде не бар? Экология бар. Экологияның сераны шығып тұруы мүмкін, мысалы деймін да. Сол себептен бір жағынан бір, екінші жағынан екінші, енді көріңіздер, әрине. Мысалы, қатты сераның иісі шығып тұратын болса, онда әрине далаға шықпаса жақсы, қаланың ішінде тұратын болса. Ол да бар, дұрыс айтасыз. Енді мына тұзды үңгір деген бар ғой, солевая пещера. Сол жайында не айтасыз? Мен өзім аналар арасында естіген әңгімем, тұзды үңгірге барғаннан кейін баламыз одан бетер ауырып қалды, қызуы көтеріліп кетті деген әңгімелер жиі естіп жатамын. Осы орайда не айтасыз? Тұзды үңгір жайында енді не айта аламын? Сіздер енді Атырауда тұратын болсаңыздар, тұзды үңгірде тұрғандай боласыздар ғой, былай айтқанда. Өйткені деген бізде жақын арада теңіз тұрған жоқ па? Ол бір. Екінші деген, енді мен ешкімді жамандамаймын, бірақ ондай айтқым келмейді ғой, бірақ онда зияны, онда яғни зияны бар деп айта алмаймын, бірақ енді біздің пациенттеріміз барған кезде бірінші не көреді? Бала жөтеле бастайды. Не үшін жөтеле бастайды? Өйткені деген бала демалған кезде ауасымен көп тұз барады кеудесіне. Ал біздің кеудеміз неге жауап береді? Кеудеміз қанның және біздің денеміздің қышқылдығына жауап береді. Біздің мысалы қанымыздың қышқылдығы 7-35, 7-45 болу керек. Ал егерде тұзды өңгірге баратын болсаңыздар, қышқылдығы кішкене жоғары болуы мүмкін. Ондай кезде балдар мокротасы шығады, не болады. Енді оған мен естіп жатқаным бар, жетіліп қалса, былай айтады дейді. Әне көрдің ба, мокротасы шығып жатыр, значит тазаланып жатыр деп. Сөйтіп айтады дейді. Тұзды өңгірде. Енді көріңіз, енді менің пікірім сол, мен білетінім сол. Ондай енді қатты необходимость жоқ сияқты барып тұзды ауамен демалу және оны білмеймін, енді көріңіздер. Енді көбінесе менің ойым сол, өткен деген ол кішкене біздің қанымыздың және денеміздің қышқылдығын қатты көтеріп жіберуі мүмкін. Ал ол бізге керек емес. Бізге наоборот щелочной керек. Щелочной деген ол наоборот жаңағы бізге как оздоровление ретінде болады. Түсінікті болды, рахмет. Ол жайында тағы бір қазір кешіресіз, айтып жіберейін десек, бізде мынандай не бар ғой. Бұл кислотно-щелочной жаңа ненің баланстың таблицасы. Бұл жерде қышқылды тамақтар және щелочной тамақтар дейді. Енді күндегі жеп жүрген тамақ. Нормадан міне көрген болсаңыз 7-36, 7-35 болу керек. Ол нейтральный деп саналады. Егерде астарымыз және жаңағы өңгірге баратын болса, онда қышқыл жаққа кішкене не істеуі мүмкін, өтіп кетуі мүмкін. Ал бізге наоборот не керек? Бізге щелочной керек. Щелочной бізге жақсы. Түсінікті болды. Рахмет. Енді келесі осындай бір сұрағым бар, жаңа балабақша туралы әңгіме қозғадық қой, осы балабақшаға барып бастаған баланың барлығы неше түрлі аурумен, вирустармен, инфекциямен ауырып қалып жатады, Жаңа ОРВИ бар, ветрянка дейміз, ішек инфекциялары. Содан кейін оны бір аптасына бір барады, екі апта ауырамыз, оны емдейді, антибиотиктар береміз, Осылай жасап біз баланың иммунитетін керісінше өлтіріп алмаймыз ба? Ауыртып алмаймыз ба баламызды қатты? Және де ата-аналар содан кейін балаларын садиктен шығарып алып жатады. Мына бала көп жерлерге апаруға қорқып қалып жатады. Мүмкін шынымен де балабақшаға бермеу керек шығар. Иммунитет қалыптасып кеткенше 4 жасқа дейін үйде ұстаған дұрыс шығар. Сіздің ойыңыз осы туралы? Балабақшаға, жақсы сұрақ, рахмет.
бала бақшаға әрине балдарыңызды беріңіздер. Өйткені деген денсаулықтан кейін бізге балдарда не болу керек? Балдар енді обмен информацией дейді, социум керек. Балдарды сол себептен садикке беру керек, оларға развитие керек. Жан жақтан жаңағы басқа балдармен ойнап, сөйтіп жаңағы сөйлесіп, тілдері дамиды былай айтқанда. Сосын физически жаңағы умственный развитиесі жақсы дамиды деймін. Енді әрине бала бақшаға беру керек, бірақ баланы бақшаға дайындау керек. Дайындаймыз бақшаға. Енді қалай дайындаймыз? Иә, оны деген сол жаңағы біз айтқан бірінші дефициттердің бәрін жоққа шығарыңыздар. Құрттарға қарсы бір емін, профилактический емін өткізіңіздер, паразиттарға қарсы. Одан кейін таңғы асын үйден береміз. Үйден беріп, сосын жіберіңіздер баланы садиктеріне. Не дейміз? Садиктерде енді балдар, мысалы бізде беріп жүрдік қой садикке. Иә, садикте кішкене ауыру мүмкін. Бірінші өйткені рацион ауысады деймін. Сол себептен даже жіберетін болсаңыз да, сол таңғы асын үйден беріп, және одан артық біздің пациенттеріміз чесноктың суын да береді, жуаны суын береді дейміз. Әрине ол вирусқа қарсы жаңағы иммунитетті көтереді. Иә, дұрыс айтасыз. Рахмет. Енді келесі сұрағым менің статистикаға шолу жасасам, әлемде 21 ғасырда кең етек алған аурудың түрі бұл аллергия екен. Әлемнің халқының 40% ауырады екен осы аллергиямен, ал Қазақстан тұрғындары 35-38%-ға дейін аллергия аурумен ауырады екен. Бұл дерт неден болады? Және жалпы одан толықтай адам тазарып кете ала ма осы аллергиядан? Сізге жалпы аллергиямен келетін балалар саны көп пе Атырауда? Иә, аллергия өте көп бізде, өкінішке орай. Әсіресе Атырауда көп, өйткені деген экология кішкене нашарлау. Сол себептен біз айтамыз ғой, аллергияға жауап беретін бірінші бауырымыз және иммунитетіміз дейміз. Енді аллергия не үшін болады дейміз? Былайша айтқанда, әрине ол енді екі ауызға әңгіме емес, бірақ былайша айтқанда, аллергия не үшін пайда болады? Аллергия біздің егерде қорғаныс системаларымыз төмен болатын болса, аллергия пайда болады. Біздің қорғаныс системаларымыз бар. Бірінші қорғаныс системамыз ол ашыту дейміз. Яғни окисление деп айтады. Ол окисление жайында бірінші ең нағыз алғашқы сол қорғаныс системамыз сол окисление. Бірінші содан басталады. Егерде баланың ішектің қышқылдығы бұзылған болса, және күндегі рационында лактобактерия жоқ болатын болса, мысалы сүт өнімдері дейміз, және сапасы жақсы, жоғары сүт өнімдері. Ондайлар жоқ болса, енді кейбір ата-аналар келіп айтады ғой, ішкісі келмейді дейді. Оған біз айтамыз, енді деген баланың жауапкершілігі жоқ қой, қалағанын істей береді, қаласа сүйіп қояды, ішіп қояды деген. Оған енді қарамаймыз ғой, бала жегісі келе ме жоқ па. Біздің мақсатымыз қандай? Орындау. Біздің нағыз бірінші жауапкершілігіміз баламыздың денсаулығы. Сол себептен оны біз орындамасақ, оны ешкім орындамайды. Ертең алла сақтасын, бірақ балаларымыз болмасын, бірақ деген хронический аурумен 18 жасқа жеткеннен кейін бірінші істейтін не? Бізге келіп, бізге айтады ғой. Кеше осындай кішкентай кезінде дұрыстап қарамадың осы. Менде хронический ауру болып жатыр, бронхиальный астма болсын, аллергия болсын, мысалы, алла сақтасын, одан болмасын әрине. Бірақ деген бірінші балдарымыз келіп бізге айтады ғой. Ал біз ол кезде не деп айтамыз енді? Кішкентай кезінде жегің келген жоқ. Атасын баласы едің, әжесінің баласы едің, егізген жоқ деп бүйтіп айта алмаймыз ғой, түсініп тұрсыз ба? Сол себептен әрине бірінші аллергия болатыны сол окисление дейміз. Қараңыз, бұл жерде опять жаңа біз айтқан ферритин, железо жетіспегендіктен болуы мүмкін. Өйткені деген тамақ ашыту және ашыту процестің өзі жақсы өту үшін оған кислород керек. Кислород аз болатын болса,
железо жетіспегендіктен әрине жаңағы тамақ ашыту процесі бізде төмен болады. Оған деген шіріктер көп болады. Шіріктер көп болатын болса, бауырына ауырлығы жоғары болады. Бауыры аллергияға жауап беретін мүшеміз дейміз, оған ол уақытында тазаламайды токсиндердің бәрін. Енді оның артында жаңа не дейміз? Әрине ол қанында қалып қалғасын, баланың жаңа терлегенімен шығуы мүмкін, терімен бірге ол токсиндер. Біз қай кезде көреміз аллергияны? Тек баланың бетіне және немесе кожасына бірдеме шығатын болса ғана. Ал аллергия деген ол одан алдында болуы мүмкін. Мысалы, бүгін пациенттерде келіп, андасында келіп тұрады, өкпесін тыңдаған кезде өкпесінде кішкене жесткий дыхание болуы мүмкін, мысалы. И және бала демалған кезде кішкене не дейді? Громко дышит дейді. Громко дышит болғанда мұрнында бірдеме бар сияқты осы. Сырылдайды дейді, мысалы. Өкпесі тап-таза, бірақ бала демалған кезде пысылдайды. Енді әрине пысылдайды, өткен деген слизисті кішкене отек береді. Ол отек беретін бірінші неден болады? Ол жаңа біз айтқан қорғаныс системамыз төмендіктен болады. Оны орнына келтіру керек. Оны сөйтіп жаңағы дефициттерін бәрін жоққа шығарып, күндегі рационы дейміз. Одан алдын жаңағы біздің енді көп ата-аналарымыз былай айтады. Атырауда тұрамыз, Атырауда аллергиямыз бар. Кетсек, аллергиямыз жоқ дейді. Оған да әрине байланысты. Өткен деген, мысалы, біз білеміз, бұл жердің экологиясы кішкене енді төмендеу. Бірақ сол себептен деген бұл жерден енді көбінесе айтады, енді не істеуіміз керек, кетуіміз керек па? Жоға жаным, кетпейміз ешқайда. Біздің мақсатымыз қандай? Біздің мақсатымыз бірінші баланың денсаулығымен айналысу. Бұл деген бір жаққа кетсең де, ол жерде мысалы баланың денсаулығымен айналыспасақ не болады? Әрине, иммунитеті төмен болады дейміз. Сол себептен бұл жерде Атырауда тұратын болсаңыздар, Атырауда иммунитетімен қатты айналысу керек, және рационмен өте жақсы айналысу керек. Ал енді басқа жерде, мысалы, Оралда тұратын болсаңыздар, білеміз енді. Өзімізде өскен, қалай өзіміз өскен болсақ, ол жердің көп балдарды сөйтіп өседі енді. Ауылда тұратындар болсын, өткен деген өз жердің жаңа нелері көп. Экология жақсы, далада таңғы таң атқандан кешке дейін далада жүреді балдар. Күннің астында жүріп, пісіп, күйіп, жеміс-жидек жеп, сөйтіп піскен балдар әрине иммунитеті жақсы болады, аллергия болмайды. Иә, дұрыс айтасыз. Түсінікті болды. Және тағы да бір мектепке дейінгі балалардың жас аралығында, кішкентай балаларда жиі кездесетін тағы бір мәселе ол іш қатуы. Өте көп кішкентай балалар, осы запор, орысша айтқанда, сонымен қатты қиналатын балалар саны өте көп. Бұл дұрыс тамақтанбаудың әсерінен ғана бола ма, әлде тағы да басқа бір факторлар әсер ете ме бұған? Өте жақсы сұрақ, рахмет, Үлфия. Запор жайында. Запор енді бірінші запор болған кезде сұрақ қоямыз. Өзімде запор бола ма, жоқ па? Өзімде де запор болса, сосын деген үйдегілерде де запор болатын болса анда-санда, значит, не дейміз? Сол жеп жүрген тамақ. Әрине. Екінші деген 20 мың баладан біреуінде бізде патология болуы мүмкін. Болезнь Гишпунга дейді. Болезнь Гишпунга деген ол соқыр ішегі кішкене бұлғаннан созылып кеткен болады. Ол жерде үлкен дәреті жиналып, уақытында шықпайды. Және оның жаңағы иннервациясы бұзылуы мүмкін. Ол патология көп кездесе бермейді деген. Бірақ ол да болуы мүмкін. 20 мың баладан тек біреуінде. Ал ол болмаса, онда күндегі сол жеп жүрген тамағына қараңыздар. Не болу керек бірінші? Бірінші, ішектің жаңағы слизі толық болу үшін оған не керек? Оған тұздар керек. Тұздар деген сумен болады. Бала су ішу керек. Енді жоқ дегенде, мысалы 10 килограмм балаға жоқ дегенде бір 500-600 миллилитр су ішу керек. Өйткені және қайнамаған су болу керек. Оның құрамында тұздар болады. Бұл тұздар бізге керек. Екінші үлкен дәретке балаларымыз күнде жақсы шығу үшін және өзімізде жақсы шығу үшін оған не керек дейміз? Ашыту процесі жоғары өту керек. Ашыту процесіне не жауап береді? Сол жаңағы ішектің қышқылдығы. Оған лактобактерия жауап береді. Лактобактерия деген
жаңағы біз айтып отқан сүт өнімдері, ашыған Мгм. сүт өнімдері. Келесі, үшінші дейміз, бұл ішек. Кисломолочные продукты, иә, орысша айтқанда? Әрине. Біз млекопитающийміз ғой. Млекопитающий деген ол сүт өнімдерін жейді деген мағынасын білдіреді ғой. Түсініп тұрсыз ба? Сол млекопитающийға ал сүт өнімдерін бермей қойшы, ал көреміз не болатынын. Мгм. Енші, келесі деген не дейміз? Ішек қозғалуы. Ішек қозғалуына не жауап береді? Ішек қозғалуына бізге жауап беретін Физическая активность калий. бірге. Әрине, физическая активность және калий жауап береді. Калий деген ол жаңағы сухофруктыда болады, мысалы балда болуы мүмкін, бал жегіземіз көп, әселдейміз, иә. Одан артық төртінші деген ол өттің суы. Өттің суы уақытында шығатын болса, және оны шығаратын майлар болатын болса, әрине ішек қорысы жақсы жоғары өтеді. Және соңғы ол калий дедік. Соңғы деген ол клетчатка дейміз. Клетчатка ол таңғы асында міндетті түрде бізде не болу керек? Злаки болу керек. Балдарға міндетті түрде злак беру керек. Сары маймен молочный кашалар, иә? Иә, сіз білесіз ғой. Иә, мен сізге кішкентай қызыммен барғанмын, сол кезде сіз сөйтіп бәрін түсіндіріп айтып бергенсіз. Содан кейін ол таңертең міндетті түрде маған доктор Романов айтты, маймен каша жесін деп айтты деп тауысып жеп алады. Содан кейін бәрі керемет болды, сіз міне барып қағазға сызып тұрып бәрін керемет түсіндіріп бердіңіз. Өте жақсы. Иә, содан кейін бір жаңағы сухофруктылардан келсек, бір осындай рецепт жасап тоже жедік, жаңа чернослив, курага, сіз айтқандай, изюм, мед, оливковое масло айттыңыз еще. Соны араластырып, блендердан өткізіп, жасап қоятынмын кішкентай ыдысқа, соны қасықтап беріп жүремін. Иә, дәмі де жақсы. Қолдың сары май болмаса, әрине деген оливковое масло холодного отжима өте жақсы жарайды, бірақ сапасы жоғары болу керек. Бір импортный бір жақсы түрін арайсыздар ғой, егер де қолдың сары май болса. Немесе жей алмайтын болса, ондай балдар да бар. Иә, керемет. Көп рахмет, өте пайдалы болды. Тағы да енді келесі сұрақ, баланың тіс күтіміне кішкене тоқтала кетейік. Әрине, ол стоматологтарға қойылатын сұрақ, больше бірақ та сізден де бір кеңестер болсын. Кішкентай сәбилердің тісі шығып үлгермей жатып, кариес болып кетіп жатады, иә. Содан кейін оны кішкентай балалар емдетпейді, айқайлап, қорқып, жылап, бала ата-анасын уайымға салып жатады. Онда емдетпейтін балалардың жаңағы Алматыда, Астана сияқты үлкен қалаларда седациямен ұйықтатып қойып бірнеше тісін емдеп береді, сондай мүмкіндіктер бар. Әрине, оған жеткізбеген жақсы. Сондықтан тіс күтімі жайлы тағы сізден бір кеңестер болса, мүмкін тіске арнайы жақсы жаңағы витаминдер ішіп, сіздің бір толық осыған ойыңызды тыңдасақ. Рахмет. Өте жақсы сұрақ. Осы біздің науқастарымыз көп келеді, тері кариес болып. Барып, сосын стоматологқа барып емдетіп келеді пәленбай мыңға. Оның артынан тістер тағы бұзылады. Ой, осы тістер тағы бұзылып кетті-ау деп тағы барып тістерін емдейді. Тағы стоматологқа барады. Ол стоматолог айта ма жоқ па? Мысалы деген балаға кальций жетіспесе, ол тістер қайдан пайда болады? Балаға бірінші кальций керек қой. Кальций деген ол да мысалы біз көбінесе ойлаймыз, міне тісі шықты ма, болды, енді кальций керек емес шығар деп. Ол костный системамызда обновлениеға жатады. Оның обновлениясы 8 айда бір рет болады. Бұлай басқа сөзбен айтқанда, 8 айдың ішінде кальций рационда өте жақсы болу керек. Және оның қорытына жауап беретін D3 дейміз. Және келесі ол злакилардың құрамындағы болатын жаңағы витаминдер дейміз. Ол жаңағы клетчатка болу керек. Яғни ең алғашқы сол D3 мен сол кальций дейміз. Сол болу керек. Егер де ол екеуі болатын болса, әрине жақсы болады. Керемет. Енді мына жалпы дені сау баланың қандай уақыт аралығында толық чекап жасап тұру керек? Біздер енді көбінесе балалар ауырып қалған сәтте барып жатамыз ғой.
дені сау ауырмай жүрген баланы да бірақ толықтай чекап жасап толықтай анализ тапсырып өтіп тұру керек. Қандай соның ішінде қандай мамандарға міндетті түрде көрсетіп тұру керек және ол қандай уақыт аралығы болу керек? Бала туған кезде бірінші патронажға келеді педиатр, участковый. Патронаж 1 айға дейін 3 рет дәрігер қарайды, участковый дәрігер. Одан кейін 1 айында біз барамыз, салмағын, бойын қаратамыз. Дәрігер сол педиатрға қаратамыз. Одан кейін невропатолог пен ортопед, хирург қарайды. Осы 3 маман 1, 2, 6 және 12 айларында қарау керек. Ары қарай 6 айында УЗИ-ға түсіреміз, жүрегін УЗИ-ға түсіреміз. Лор керек болатын болса, лормен окулистқа бір кіріп шығамыз. 6 айына дейін, 6 айында да және бірінші 2 айында қаны зерттейміз. Общий анализ крови дейміз. И жаңағы кіші дәретіндер зерттейміз. Бір қарап жібереміз. Сосын ары қарай өзінің денсаулығына байланысты тағы мүмкін зерттеулер қосылу мүмкін дейміз. Ал енді жыл сайын бір мезгіл енді өзінің участковый дәрігеріне немесе дәрігерге қарату керек баланы. Өткен деген бала ауырмаса да, біз қалай ойлаймыз осы, біз балдарымыз ауырмайды, дені сау, нең бар осы барып дәрігерге көрсет деп айтамыз ғой, сөйтіп ойлаймыз ғой. Бірақ деген енді баланың дені сау кезде барып көрсету керек. Өткен деген біз айтамыз ғой, қысқа жаздың күні дайындаламыз. Өткені біз ауру бар кезде ғана көреміз, біз ойлаймыз осы ауру осы бүгін ғана пайда болған ау осы деген. Сөйтіп барып дәрігерге барсақ, енді дәрігер түсіндіріп берсе, түсінеміз. Ол ауруы баяғыдан жайлап сол дефицит кальцийдан болсын, мысалы рахит болатын болса, анемиядан болсын, мысалы там аллергиясы болса, мысалы жаңағы ішек қышқылы бұзылғаннан болса, мысалы жайлап сөйтіп наслоение болып, кейіннен ауруға айналады. Оған әрине жеткізбей тұрып, бірінші дәрігерге бір жылына 1 рет қаратып алу керек әрине. Дұрыс айтасыз, қазақта айтады ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп. Сол сияқты алдын алып жүрген жақсы. Мына 1 жасқа дейінгі баланы қарату міндетті түрде орындайтын сияқты барлығы, енді ол кішкентай сәби болғандықтан. Ал мына 2 жаста да алып барады, балабақшаға беретін кезде обязательно бәрін өткіземіз, қараймыз. Содан кейін 3 жастан жоғары балаларды жылына 1 рет өткізіп тұрса жеткілікті, барлық мамандардан. Әрине, жылына 1 рет болса, өте жақсы болатын еді. Біздің қазақтар балаларын хотя бы жылына 1 рет көрсетсе. Енді біздің эфирден кейін мен ойлаймын, ата-аналар міндетті түрде балаларын тексеруден өткізіп, бойындағы дәрумендердің жеткілікті еместігін қадағалап отырады деп, более осознанно деп айтады ғой, қарайды деген ойдамын. Және енді мына қазіргі соңғы жылда өте актуальный сұрақтардың бірі, өте қазір ата-аналар 2-ге бөлініп кетті. Біреу оған қарсы, біреу оған қолдайды, уақытылы алады. Прививка жайында сіздің пікіріңізді естігім келеді. Рахмет. Бірақ өте жақсы. Мынау деген қазір, особенно карантиннен кейін қазір прививкаға деген көп енді ата-аналар қарсы болып шығып жатыр ғой. Өкінішке орай бұл сұраққа мен жауап бере алмаймын. Өткен деген бұл сұрақты ата-аналар өздері шешу керек. Бұл үлкен жауапкершілік. Бұл сұрақты біз бір дәрігерден сұраған кезде, біз енді жауапкершілікті дәрігерден күткендей боламыз. Ал ол ендегі государственный программа болғасын, дәрігерлердің сөзінің ашығы, тілдері ондай қысқа болады дейміз енді. Сол себептен көріңіз әрине. Плюсы и минусы бәрін қарап шығу керек, көру керек. Ол прививка балаға керек па, жоқ па дегенде. Ата-аналар келіп сұрайды енді бізден де. Біз енді айтамыз, енді государственный программа ғой, ол әрине государственный программа болғасын, оны қалай өткізбейсің. Сол себептен көріңіздер. Оны ата-аналар өздері шешу керек. Бұл бірақ сондай бір дәрігер енді сіздерге жауап бере алмайтын сияқты ау меніңше.
Иә, сізді де түсініп отырмын, әрине. Дұрыс айтасыз. Бұл ең басты ата-ананың жауапкершілігі. Шынымен де ата-ананы өте қатты әуре сарсаңға салып қойған тақырыптың бірі. Алмаса тағы болмайтын сияқты, иә. Даже мына кішкентай ит күшік асырағанда да прививканы алмаса болмай жатады, иә, міндетті түрде алу керек деп. Бірақ қандай прививканы алады? Біз білеміз ба? Ал мына Ит пен мысық. Ит пен мысық бізде чумкаға қарсы прививка алады. Иә, адамдарға да енді сондай неше түрлі аурудың алдын алу әрбір возрастына сай прививкалар тағайындаған ғой, бірақ та зерттеу арқылы жаңа сіз айтқандай плюс минусын қарап отырғанда көбіне минусы көбірек болып кеткен сияқты қазіргі уақытта. Оның не себеп, не екенін білмеймін. Мүмкін качествосы шамалы прививкалар болады ма? Сондықтан бұл да өте қатты сондай ата-ананың алдында өте қатты бір сондай уайымға салатын тақырып, шыны керек. Балаңды, сап-сау балаңды апарып ауыртып тастағысы ешкім келмейді, иә? Әрине. Енді өзіміз көріп жүрген жағдайды айта қояйын, осы жақында көп болып жатыр осложнение прививкадан кейін. Прививканы алып келеді, үстінде жаңа аллергия да болуы мүмкін, жаңа кровоподтек, гематом болуы мүмкін, реанимацияға жатып шыққандар бар, сосын ДЦП-ға айналып кеткендер де бар, аутизмға айналып кеткендер де бар. Бірақ бірінші неден болады? Бірінші деген баланың прививканы алуға дайын еместіктен болады. Біз көбінесе баланы барып кімге қаратамыз? Енді дәрігерге барып қаратамыз ғой енді негізі. Нағыз жолы бірінші барып дәрігерге қаратып, одан кейін прививкасын алу керек. Егер де сенімді дәрігер болатын болса, ол ашығын айтады, мынау бала прививкаға дайын, болмаса дайын емес деп. Егер де дәрігердің үстінде телефон соғатын күнде, әй, пландарыңды орындадыңдар ма деп отыратын біреу болса, ол бірінші уайымдайтын не? Өзінің планын уайымдайды. Несіз ғой? Сол себептен көріңіздер енді. Бірақ деген баланы әрине прививка алам десеңіздер де, оны денсаулығын 100% дайындап прививкаға. Одан кейін барып прививканы алуға болады әрине. Дұрыс айтасыз, иә. Келісем толықтай сізбен. Иә, көп рахмет. Енді біз бүгін біршама тақырыпты қозғаған сияқтымыз. Көрермендерімізге түсінікті болған шығар. Енді көрермендер сұрақтары болса, мүмкін соған көшейік, әлде сіздің тағы қосарыңыз болса? Сұраққа көшсек болады әрине. Иә, енді біз қазір эфиріміз уақытын білмеймін қандай қалған, сізге көріну керек. 25 секунд қалыпты деп тұр. Ендеше бітейін деп жатыр деген сөз. Мына сұрақтың барлығын егер уақытыңыз болса қайтадан қосылып, қайтадан сұрақ қойсаңыз болады. Дәрігерге сеніп келеді, мынау дәрігер бізді емдейді-ау деп. Мысалы, хирург болатын болса, мен де барып бірінші сөйтіп сенетін едім деп ойлаймын, хирург болса. Ал егер де консультант болатын болса, бірінші баланың денсаулығы біздің қолымызда, ата-ананың қолында. Оны өтініш ұмытпаңыздар. Өткен деген баланың денсаулығы ол неде? Ол біздің білімімізде. Баланың денсаулығы ешқандай дәріде емес, ешқандай маманда емес. Оны ешқандай дәрігер болсын, кім болсын, ол сіздерге былай айтқанда баланың денсаулығын реттеп бермейді. Өткен деген нағыз бірінші баланың денсаулығы бізге өзімізге керек, ата-анамызға, ата-аналарымызға және өзімізге дейді. Сонда баланың денсаулығын реттеу үшін бізге білім керек. Ол білімді қайдан аламыз? Осылай мысалы барып дәрігермен сұхбаттасамыз дейміз бірінші. Екінші оқимыз дейміз. Қандай тамақ жеу керек, сол жаңа қандай витаминдер болу керек. Және ұмытпаңыздар өтініш. Баланың денсаулығы, тағы қайталайын, ол деген күндегі жеп жатқан тамағында, демалып жатқан ауасында. Және мынау қазір телефон, телевизорлар көп болып кетті ғой. Балдарымыз таңертеңнен кешке дейін осы телефонда отырады. Оны ары барса, енді СССР кезінде есіңізде болса 15-ақ минут рұқсат етілетін. Өткен деген оның өзі де қатты зиян болатын балдарымызға. Оны да айтайын дегенім,
балдарымызды өзіміз қалай өскен болсақ, солай өсірейік. Құрметті ата-аналар. Таңертеңнен кешке дейін далада жүріп, мұрынбоқтарымыз ағып, суға ойнап, сөйтіп балдарымыз өспесе, дендері сау болмайды. Өткен деген баланың денсаулығы ол күн, ауа, су және жеп жүрген тамағы дейміз. Енді рахмет осындай тікелей эфир өткізгеніңізге, Гүлфия. Сізге рахмет көп. Уақытыңызды бөліп, осыншама керемет информациялармен бөлісіп жатқаныңызға. Алла разы болсын сізге. Әмин, сізге де Алла разы болсын. Сұрақтарыңыз болатын болса, біз WhatsApp-та бармыз, Instagram-да бармыз. Жауап бермегенше көбінесе мен ұйықтамаймын, жатпаймын. Сол себепті бірінші жауап берем, одан кейін демаламыз. Енді осы тікелей эфирде сұрақтарға жауап бере алмасақ та, әрине WhatsApp-қа ма немесе Instagram-ға жазсаңыз болады, ол жерден жауап берем. Қолымыз босағасын бірден WhatsApp-қа немесе Instagram-ға кіріп жауап берем. Үйдегілер де анда-санда ренжиді маған, осы телефонды тастамайсың, қашан қарасаң телефонды қолда ұстап жүресің дейді. Енді науқастарым бар, қайда барам, жауап беремін әрине. Кейбір кезде кеш қалуы мүмкін, қолым бос емес болса, анда-санда пациенттер ренжіп қалады. Оқыдыңызда жауап берген жоқсыз деп. Енді рөлда жүріп баратқанда светофорда бір тоқтайсың, ойбай, 1 минутым бар екен ау осы. Ашып оқисың да, сосын үлгермей қаласың оны жауап беруге. Сөйтіп, ал қазір жауап берем деп, ұмытып кетуі мүмкінсің немесе жаңағы чат, сол себептен тағы да сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Одан ешқандай несі жоқ дейміз, ұяты жоқ. Дұрыс айтасыз, әрине, өзімізде де ондайлар болып жатады, ұмытып кетіп жатамыз. Және сізде жаңа мастер тренинг сияқты өткізем деп айтып жатсыз, соны тағы бір қайталап айтып жүрсеңіз, қашан қояйын дейсіз, қашан болады? Гүлфия, рахмет. Біз бұйырса осы 27-сіне ғой деймін, әлі өзім қараған жоқ, бірақ біздің партнерларымыз уже шығарып отыр рекламасын, бір қара жүру керек еді. Біз сторисқа шығардық. Бір тренинг болады, ол жерде анық сөйлесеміз, балдарымыз не үшін ауыратын және қандай жолдар бар оны ауыртпау үшін, және біз айтқан жаңа несін күндегі осы образ жизни дейміз ғой, сол жайында сөйлесеміз, жарай ма? Шығыңыздар тікелей эфирге және көріңіздер жаңағы семинарға қатысыңыздар. Балдарымыздың денсаулығы, тағы бір қайталайын, біздің білімімізде. Сол себептен барынша сол білімді алу керек, жарай ма? Енді қазір заман кішкене қиындау болып жатыр. Педиатрлар өте аз. Бар педиатрлардың кішкене жаңағы учаскада болсын, нагрузкалар өте жоғары. Мысалы, есіктің сыртында 80 азап тұрған кезде қай біреуіне түсіндіресің? Балаң осындай керек, мынау керек деп. Бұл жерде тек емін бересің де болды. Сол себептен дұрыс айтасыз, осындай эфирлер арқылы, жаңағы сіздердің өткізейін деп жатқан тренингтер арқылы ата-аналар білімін арттырады, сондықтан баланың да денсаулығын жақсарта алады. Сондықтан сондай тренингтерға қатысып, білімдеріңізді арттыруға әрине жұмыстаныңыздар. Бізде де міндетті түрде қатысатын боламыз. Сіздің осындай посттарыңызды, эфирлеріңізді жібермей оқып отырамыз, өте пайдалы. Оның бәрі әрине уақыт, сізде оның бәрін жүргізуге уақыт та жоқ шығар, бірақ дегенмен де сондай еңбегіңіздің барлығы үшін сізге көп рахмет. Сізге рахмет, Гүлфия. Өте қуаныштымын. Мен де қуаныштымын көп. Әмин, айтқаныңыз келсін. Құрметті көрермендер, әмин, рахмет. Құрметті көрермендер, жаңа Бекмұрат Тоқтамұратов айтқандай, сіздер посттың астына комментарий қалдырып, тағы да сұрақтарыңызды сұрап жаза жатарсыздар. Біздер осымен эфирімізді аяқтайық, өйткені ол кісінің де жұмысы бар дегендей, науқастар күтіп жатыр дегендей, уақытын көп алмайық. Сондықтан сізге көп рахмет. Менің тілегіме барша осы көрермендер қосылады. Барлық адамдар жаңағы эфирде де осында да мінеке жазып жатыр. Номер 1 доктор, самый любимый доктор деп. Тек қана осылай жақсы тілектер естіп, жақсы алғыстар айтып жүре беріңіз. Бар тілегім сол, аман жүріңіз, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Сізге көп рахмет, алғысымызды айтамыз.